Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге таңжарқын бүгін өте дәмді әрі тойымды, жасалу жолды өте оңай етті бәліш мясной пирогтың жасалу жолымен бөлістім. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Етті бәлішіміздің ортасы осылай толықтай пісіп шыққан әрі сочный дәмді болып шығады. Ең алдымен етті бәлішіміздің қамырын елеп дайындап аламыз. Ыдысымызға қаймағымызды құямыз. Қаймағымыздың үстінен жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдым. Үстінен ертіп алған сарымайымызды құямыз. Сарымайымызды құйып араластырамыз. Араластыра отыра тұзымызды саламыз. Тұзымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдым. Енді үстінен қопсытқышымызды және ұнымызды қосамыз. Електен өткізіп алған. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Жақсылап араластырып, қамырымыздың басын біріктіріп илеп аламыз. Етті бәлішіміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Артық ұн қоспаңыздар. Осылай қамырымыздың басын біріктіріп илеп алдым. Илеп алған қамырымызды таза пакетімізге салып, тоңазғышқа жарты сағатқа демалдыруға қойып қоямыз. Енді салмамызды әзірлеп аламыз. Ыдысымызға тартылған етімізді саламыз. Үстінен турап алған пиязымызды және картошкамызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап бір келкі болғанша салмамызды араластырып аламыз. Салмамызды жақсылап араластырып дайындап алдым. Енді жарты сағат өткесін тоңазғышта тұрған қамырымызды алып, астына сәл ғана ұнымызды сеуіп, қамырымызды ортасынан бөлеміз. Бір бөлік қамырымызды үлкенірек қып, екінші бөлік қамырымызды кішкентай қыламыз. Қамырларымызды осылай бөліп алып, күлшелеп, дөңгелектеп алдым. Енді үлкен қамырымызды алып, оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Осылай қамырларымды жайып алдым. Астыңғы бөлік қамырымызды, үлкен қамырымыз жайып алдық. Енді үстіне, етті бәлішіміздің үстінен жабатын қамырымызды да, екінші бөлік қамырымызды да жайып аламыз. Осылай қамырларымды жайып, дайындап алдым. Енді протеинге пергамент қағазымызды төсеп, үлкен жайылған қамырымызды осылай пергамент қағазымыздың үстінен қамырымызды жайып алдым. Енді дайындап алған салмамызды қамырымыздың үстінен салып шығамыз. Осылай қамырымызға салып, барлық жеріне салмамызды тегістеп, салып алдым. Салмамызды салып алғасын үстінен сары майды да қойып шықсаңыздар, сочный әдемі болып шығады. Мен өзім сары май қолданбадым. Қолданбасаңыздар да, бірақ әдемі болып шығады дәмі. Осылай салмамызды салып алып, екінші үстіңгі бөлік қамырымызды салмамыздың үстінен жауып, екі қамырымызды біріктіріп аламыз. Екі қамырымызды осылай біріктіріп алдым. Біріктіріп алған қамырымызды өріп шықсаңыздар, етті бәліштеріңіз әдемі көрінеді. Осылай біріктірген жерімді барлық жерін әдемілеп өріп алдым. Өріп алып, қамырымызға жұмыртқамызды барлық жеріне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып алдым. Ұнатсаңыздар күнжіт себуге болады. Мен күнжіттің қара және ақ түрінде септім. Осылай күнжітімізді сеуіп алып, қамырымыздың үстіңгі бөлік ортасын сәл ғана осылай ашып қойыңыздар. Сонда ортасы толықтай пісіп шығады.
180 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минутта пісіп шығады. Осымен кереметтей өте дәмді, тойымды етті бәлішіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Барлық жанның көңілінен шығады. Қош, сау болыңыздар.